Сәлем достар, сіздермен Рүстем Менбекбай. Бүгінгі сабағымызда онлайн бизнес ашудың тиімді жолдарын үйренетін боламыз. Бүгінгі таңда бизнес жасаудың әдістері өте көп, соның бірі онлайн бизнес. Бұл бизнестің тиімді жолдары өте көп, яғни ең маңыздысы аз ақшамен, тіпті ақшасыз үлкен бизнес бастап кету мүмкіндігі осы онлайн бизнес. Өйткені саған көп құрал жабдықтар сатып алудың қажеті жоқ. Сонымен қатар үшінші, қазіргі таңда традиционный бизнеске қарағанда онлайн бизнес қарқынды дамып келеді және заманға сай. Сіз өз уақытыңызды үнемдейсіз. Ал достар, сіздер көптен бері өзіңіздің жеке бизнесіңізді бастағыңыз келіп жүр, бірақ тәжірибеңіз жоқ, ақшаңыз жоқ, немесе танысыңыз жоқ. Көптеген сіздің ойыңызда бір шектеулер бар. Сондықтан былай істейік. Егер онлайн бизнес жаңа айтып өткенімдей қазіргі заманның ең тиімді, ең тез жасай алынатын бизнес. Ал онлайн бизнесті сіздердің орныңызда болсам қалай жасайтын едім, сол жайлы ақпаратпен бөлісейін. Ал енді бір сәтке елестетіп көрейік, мен сіздің орныңыздамын, менің тәжірибем жоқ онлайн бизнесте, менің ақшам жоқ көп, менің танысым жоқ, бірақ бизнес жасағым келеді, сондай бір қызығушылығым бар. Мен сіздің орныңызда болсам, не істейтін едім? Бірінші орында мен ниша таңдайтын едім. Ол тегін нишаны таңдау. Нишаны қалай таңдайды? Оны жайлы бір қысқа айтып өтейін. Өзіңіздің сүйікті ісіңіз, қандай да бір экспертің ісіңіз бар. Мүмкін сіз ағылшын тілін жақсы білетін шығарсыз, мүмкін сіз гитарада жақсы ойлайтын шығарсыз, мүмкін пианинода жақсы ойнайтын шығарсыз, мүмкін сіз электрик шығарсыз, мүмкін сіз сантехник шығарсыз, білмеймін, бір тәжірибеңізге байланысты, экспертіңізге байланысты сол тақырыпты ниша қылып ала аласыз. Ол бірінші ниша таңдау. Нишаңызды таңдайсыз. Екі, сіз сайт жасайсыз. Яғни бұны әрлеу деп айтсақ болады, бизнесті әрлеу. Сайт жасау ол мүлдем қиын емес. Сайтты домен тіркеуге 2,5 мен 3,5 мың теңгенің ғана ақшасы қажет болады. Бір жылға домен сатып алу. Мысалы, сіз сантехник болсаңыз, білмеймін, алдияр сантехник.kz деп қойыңыз, білмеймін, мықты сантехник.kz, білмеймін. Әйтеуір бір басты көп ауыртпай, қысқаша бір түсінікті ат ойлап табыңыз. Көп ойланбаңыз бірақ. Сөйтіп, домен сізге 2,5-3 мың теңгеге түседі. Сайтты дайындайтын платформалар олар көп. Оның ішінде жаңа Wix.com бар, немесе Flexby бар, немесе Tilda бар. Осы сияқты платформаларда дайын барлығы. Қалай сайтты жасайтын жайлы, жаңа Word'та, Excel'ді білетін шығарсыз, таблица толтыру. Дәл сол секілді мына платформада барлығы дайын. Сіздер кіресіздер, тегін 14 күн. Осы жерде өзіңіздің нишаңызға қатысты заголовок, подзаголовок барлығын жалпы сол инструкция бойынша жасайсыз. YouTube'да видеолар бар, оның барлығы тегін. Сайт жасап болғаныңыздан кейін 3, сіз не істейсіз? Трафик жібересіз. Яғни оны міндетті емес, жаңағы таргетированный реклама, RCA, КМС басыңызды қатырмаңыз. Инстаграмда алыңыз. Мен сіздің орныңызда болсам не істейтін едім? Мен жаңағы мынау сайт жасаған кезде бұл сайтқа қалай үйде өзің электрик болуға мүмкіндігің бар, немесе чек-листі жүктеп ал, тегін деген сияқты бір Tripwire дейміз оны біз, лид магнитті жібересіз, тегін заявкалар аласыз. Тегін заявка алу арқылы сіз сол тегін заявкаға имейліне жібересіз, немесе звондайсыз, хабарлайсыз, сізге мына тақырып қызық берді, кейін сату басталады. Главное сізге трафик жіберу. Бесплатный OLX бар, сату бар, сондай бесплатный тегін досқа объявленияларға жарнамаларыңызды қойыңыз и күтіңіз. Сізге міндетті түрде звонок келеді. Егер осы сіздің тақырыбыңыз болса, нарыққа қызықты болса, сізге міндетті түрде қоңырау келеді, немесе заявка келеді. Заявка келгеннен кейін сіздің келесі тақырыбыңыз ол сату. Сатуға да қатысты Google мен YouTube-те өте көп ақпарат тегін бар. Жалқау болмаңыз, ерінбеңіз, қарап шығыңыз. Сізде уже дайын клиентіңіз бар. Кейбір клиенттеріңіз миллиондаған ақшаға болуы мүмкін. Сіз оған сенбейсіз, бірақ менде дәл солай болған. Сайт жасап, реклама жіберген кезде тегін платформаларға
И маған звоноктар келеді, маған 5 миллион теңгеге осындай жасап бере аласыз ба, 3 миллион теңгеге жасап бере аласыз ба. Дайын бизнес. Келді идея, сразу бастаңыз, істеп кетіңіз. Сатуды, жаңа скрипт продаж. Звондайсыз, қалай өзіңіз таныстырасыз, өзіңіз сатасыз, өзіңіздің ұсынысыңыз сатасыз. Мен сіздің орныңызда болсам, 1, 2, 3, 4 осы пункттарды міндетті түрде жасаймын. Осының 4 пунктын маған жасауға ең көп 36 сағат кетеді. 36 сағаттың ішінде мен бірінші сатуымды жасай аламын кез келген бизнесте. Оны тексеріп көрсеңіз де болады. Оған ешқандай көп тәжірибенің де қажеті жоқ. Сондықтан сіздер осы 36 сағаттың ішінде 20 нишаны алыңыз керек болса, 20 нишаны осылай тестілеп көріңіз. Немесе әрбір домен сатып алған кезде оның поддоменін тегін, сол 20 нишаңызды сол поддомендерге бөліп, күтесіз, қайсы нишадан тез звонок келеді, қоңырау келеді, заявка келеді, сол нишада, значит, конкуренция бар деген сөз, сол нишада ақша бар деген сөз, сол нишада мүмкін сіздің бизнесіңіз, болашақ бизнесіңіз жүріп кетеді деген сөз. Енді сату, егер мен кез келген бизнесті жасаған кезімізде нөлден бастаймын көбінесе, және бір аптаның ішінде бірінші ақшаны көруім керек. Ол міндетті. Өйткені сен қанша энергия жұмсадың, қанша еңбек жасадың, оның жаңағы бағасын көрмесең, оның жаңағы обратный связін көрмесең, ол ары қарай жұмыс жасауың қиын. Саған мотивация бермейді. Сондықтан бірінші ақшаны бірінші аптаның ішінде көру керек. Ол кішкентай ақша болсын, үлкен ақша болсын, бірақ міндетті түрде бірінші аптаның ішінде көргеннен кейін, ол бизнес, значит, жасауға болады деген сөз. Кейін келесі этап ол жүйе құру. Егер осы 5 этапты бір аптаның ішінде жасап ақша табатын болсаңыз, құттықтаймын, сіз өзіңіздің жеке бизнестің иесі бола аласыз және жеке бизнесіңізді ары қарай дамыта аласыз. Ол мүлдем қиын емес. Оған ары кетсе, мына жерде 2,5 мың мен 3,5 мың теңгенің арасы кетеді, қалғандары тегін. 3,5 мың теңгеге бизнес бастағыңыз келсе, еш қиналмаңыз, ерінбеңіз. Google-де, YouTube-те барлық ақпарат бар. Мен сіздердің орныңызда болсам, солай жасайтын едім. Ал қазіргі әрбір менің компаниям 100 теңгемен қарап отырсаңыз, Express English'ті 2013 жылы аштым. Оны кейін 33 мың долларға сатып жібердім. 35 мың теңгемен Сабыржан Айринді аштым. Қазір енді ол 600 миллион теңгеде ақша айналым бар, бір үлкен холдингке айналды. Кез келген саланы осылай кішкентай қадаммен өзіңе сену арқылы, бір пошаговый іс-әрекет жасау арқылы сен үлкен бизнеске қадам басуың мүмкінсің. Сондықтан онлайн бизнес жасаған келсе, осы 5 нәрсені жаса, қиын емес, көр. Сенден бар жоғы 3,5 мың теңге ақшан кетеді және бір апта уақытың кетуі мүмкін. Ал бүгін мен осы онлайн сабақты қысқаша бітірейін. Келесі сабақта кездескенше.